Сәлем достар. Қалайсыздар? Бүгін біз Іңкардың күздік аруына, осындай көйлек тігіп жатырмыз. Почти негізі бәрін бағыныш істеп жатыр. Сондықтан достар, біздің каналға подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Я баны подписываю, кофе типа. Мынау осы бір неге, осындай ұзын салафанға, мындай салафанды екіге бүктейміз, иә? Осыны, иә. Былай бүктейміз, байлаған сияқты қылып, осылай азғантай тесік қалдырып, осылай байлаймыз, екі жағын біріктіріп. И соны мынаның ішіне кіргіземіз. Бірақ андай ұстайтын жерлерін салафанмен кесіп тастау керек. Сәл қысу керек, содан кейін қандай ямы ма? Мен абай ғой. Аны көрсетіп кесіп тастау керек. Негізі мына линейкаға істеген дұрыс сияқты, біз қазір походу линейкаға ауыстырамыз бұны. Мындай екі ручкасын қақамыз. Біздің ең күшті көмекшіміз ол Алимансур. Кейін мына жерде пакеттің мындай екі жеріндегі оралған жері бар ғой, соны да қақамыз. Мына осылай аша аламыз да, одан кейін байлаймыз. Все. Ой, нам тут саған қысар. Как условия понятно? Сен бар оған? Как условия понятно? А? Как условия? Вообще, да? Он даже понятно, да? Сенен басқа бұлар жырынан. Бізде бұл юбканың астыңғы бөлігі үстінен мындай цветпен және де кішкене ауыстырамыз. Жасыл цвет астында тұрады. Тұра мындай көрсетемін. Жасыл осылай тұрады да, кейін астынан тағы кішкене мындай цвет. Мына бізде бірінші слой, бұл төбе жағында тұрады. Мына бізде екінші слой, бұл асты жағында тұрады. Получается, бетіне қоямыз. Бұл бағудың еңбегі. Мынау да бағудың еңбегі. Ол мен достар. Мен есімде бар ма? Арасында Каусар жүр. Тиіп қашып. Ва, көрейін бе? Қазір енді сәлін соқ үстін істейміз. Қазір Іңкар келеді, Іңкардың өзі киіп көреді. Ой, ой. Мынаны ортасын немен жабады? Мынандай Пакетпен? Пакетпен? Я. Пакетпен байладым ба ортасын? Көрмейді, қазір енді ол арты да бар ғой, арты қарғаныш қамсап. Болды.